Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, жыл сайын қазақстандықтар 250 мың тонна алма тұтынады. Бұл ретте отандық бағбандар қажеттіліктің тек 60%-ын ғана қамтамасыз ете алады екен. Алма бағын өсіру тиімді ме? Қандай салымдар қажет? Бүгінгі сабақ бағбаншылыққа арналады. Бағбандықтың екі түрі бар, дәстүрлі және қарқынды. Қарқынды бақшаны салу кезінде алма өнімін келесі жыл ақ, ал дәстүрлі түрінде 3-4 жылдан кейін алуға болады. Қарқынды алма бағын отырғызу үшін 1 гектарға $50-70 мың қажет. Бұл бағаға тамшылатып суару, шпалер орнату кіреді. Қарқынды бау-бақша шаруашылығы бірден үлкен салымдарды талап ететіндігіне байланысты. Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін дәстүрлі тәсіл көбірек қолайлы. Жаңа бастаған кәсіпкерлерге тәжірибелі бағбандар қараусыз қалған болса да, жұмыс істеуге жарамды бау-бақшаны сатып алуға кеңес береді. Алма бағының құны жағдайына байланысты 1 гектарды 5 миллион теңгеге сатып алуға болады. Сонымен қатар бау-бақша учаскесін бірнеше жылға жалға алуға болады. Жеміс дақылдары көп жылдық өсімдіктер болып табылады және бір жерде 30-40 жыл бойы өседі. Қазақстан үшін танымал сорттар Айдарет, Гала, Golden Delicious, Jonathan, Ред Ханзада, Ренет Бурхартта, Салтанат және Апорт. Елдің солтүстік бөліктері үшін ақ алма, шафранды пепин, мельба, оралдық құйма қолайлы. Бақшаңызға бірнеше қатарға тез пісетін сұрыптарды отырғызуға кеңес береміз. Мәселен, пеструшка, столовка, ерте пісетін алтын қытайлық. Негізі, 1-2 жылдық көшеттер жақсы жерсінеді. Ағаштардың жасын анықтау өте оңай. 1 жылдықтардың бүйір тармақтары болмайды. Шын мәнінде бұл биіктігі 0,5-1 метр шыбықтар. 2 жылдықтардың қалыптаса бастаған 2-3 қосымша бұтақтары болады. Бір көшеттің құны 2000 теңгеден 3000 теңгеге дейін құбылып тұрады. Заманауи агрономдардың айтуынша 1 гектарға 300-ден 2,5 мың көшет отырғызуға болады. Бұл жағдайда отырғызу материалына 1 миллион теңге қажет. Дәстүрлі тәсілде көшеттер арасындағы қашықтық кемінде 2-3 метр болуы тиіс. Алма ағашын көктемде бүршігін жарғанға дейін немесе күзге дейін 2-3 ай бұрын отырғызуға болады. Жаз бойы алма ағаштарын тек 4 рет жақсылап суару қажет. Оның үстіне өсу үдерісінің белгілі бір мерзімінде. Атап айтқанда, бірінші суаруды бүршік жарар алдында. Екіншісі гүлдену аяқталғаннан кейін 2-3 аптадан соң суарылады. Үшінші, жемістерді жинауға 2-3 апта қалғанда. Төртіншісі, қазан айында қысқы суықта ағаштың қатып қалуының алдын алу үшін суарылады. Дұрыстап кесу 1-3 жұмыстың басын шалады. Жемістер іріленеді, түсім 20-60%-ға көбейіп, ағаштардың аязға төзімділігі артады. Сонымен қатар оларды аурулар мен зиянкестерге қарсы өңдеу оңайға түседі. Кесуді наурыз айында жүргізген оңтайлы. Оны тәжірибелі агрономға сеніп тапсырған дұрыс болады. Қызмет құны орта есеппен бір ағашқа 1000 теңгеден 2000 теңгеге дейін. Егер 2 жылдық көшеттерді отырғызса, келесі жылы бір ағаштан шамамен 5-8 килограмм жеміс алуға болады. Дәстүрлі алма бақтарында 3-ші жылға орта есеппен 1 гектардан 20 тонна өнім жиналады. Жемістер әдетте қыркүйекте жиналады. Піскенін дәннің қоңыр түсінен білуге болады. Жиналған алманы қалай болса солай лақтырып тастауға болмайды. Тек еппен салып отыру керек. Жеміс азғантай соққы алса да сақтауға келмей қалады. Алдын ала ағаш жәшіктер алып қою қажет. 10 килограммдық ыдыстың құны 700 теңге.
дәстүрлі қоймалар ауасы салқындатылатын, үнемі желдеткіші жұмыс істеп тұратын үй-жай. Шағын жеміс қоймасы үшін арнайы жабдық орташа есеппен 600 мың теңгеден тұрады. Астық жинау кезінде алқаптан алма сатуға болады. Көтерме сатып алушылар жемістерді өздері жинайды, алайда бағасы төмен болады. 1 килограммын 120 теңгеден алады. Өзіңіз дүкендер мен көкөніс қоймаларына тауар ұсына отырып сата аласыз. Бұл жағдайда сатып алу бағасы килограмм үшін 200-250 теңге болады. Сатудың тағы бір танымал әдісі интернет арқылы сату. Бұл жағдайда баға килограмм үшін 500-800 теңгеге дейін көтеріледі. Әрине, кез келген бизнес инвестицияны қажет етеді. Егерде қаражатыңыз жеткіліксіз болса, аграрлық несие корпорациясына хабарласыңыз. Төмен пайыздық мөлшерлеме, жеңілдікті кезең, мемлекет тарапынан қолдау, мұның бәрін аграрлық несие корпорациясының Қазақстан бойынша 17 филиалдан таба аласыз.